Ерлан Бөгенбайұлы, кеш жарық әріптестер, бүгінгі зумды маған сеніп тапсырғаныңызға үлкен рахмет, сеніміңізді ақтауға тырысамын. Достар, мен өзімді жаңадан кірген кісілер болса таныстыра кетейін. Атым Бәтіш, жасым 72-ден 73-ке қарады. Бұл компанияға мен 70 жасында денсаулығымда көп проблема болып келгенмін. Көпшіліктеріңіз білесіздер. Әлгі жанына ауру батқан кезде адамға ештеңе де қызық емес. Түнгі ұйқысын дұрыс ұйықтай алмағасын, күндіз күлкімен қуанып жүре алмағаннан кейін адам деген мүшәпір болады екен. Сондай жағдайда болғам. Алла тағаланың көзі түзу екен. Осы тикток арқылы Талғатты көріп, сонан әйтеуір қазір міне 2 жылдан 6 ай асты өздеріңіздің орталарыңызда отырмын. Мен сол кезде жақсы адамдар кездесіп, мен сол кісілерден тез түсініп, ол кісілерді мен тез түсінгеннің арқасында мына ортаға байланысты деген рас. Сол кездескен адамдардың фокус қай жерде, назарыңды қай жерге аудару керек, қалай бұл жерде өсуге болады, бұл жерде қалай табыс табуға болады, қалай команда құруға болады дегенді, соны әлі де үйреніп жатырмын. Сөйтіп міне үйреніп те келе жатырмын. Бүгін сіздермен өзімнің біраз қалай жұмыс істедім, қалай бастадым, или кісілермен қалай сөйлестім, тиын-тебенді қалай таптым дегендейін білгеніммен бөлісемін, айтамын. Сіздерге сол қажетті болып бір керектеріңізден асып жатса, нұр үстіне нұр, достар. Сол 5 капсула баяғы мен алған, өзі жыр болып кетті. Айтпасаң менің историям болмай қалады. Бұл сол ақшаның жоқтығынан 5 капсуладан бастадым. Сол 5 капсуланы ішкеннен бастап мен сол шешім қабылдауға тура келді. Өйткені жаңағы жаныңа батқан ауру әрі қарай бір 5 капсуламен мен жазылып кетпеймін ғой, жалғастыру керек. Мен түсіндім, уақыт керек. Бұл өнімдерді ішіп, әсіресе сүйектің ауырғанына уақыт керек. Сондықтан мен былайша айтқанда осы мен білдім сетевой бизнес дегеннің не екенін былай сыртынан байқап та түсініп те бір-екі жерлерге кіріп те шығып та жүргенмін байқап. Бірақ менің ең ұнатпайтыным адамдарға сен ал мынау деген осындай керемет деп айтқанды, получается, мен осылай түсіндім, әр адамды бір уговорить етіп, бұрынғы кезде сөйтетін едік қой, соңынан қуып, мынау керемет жақсы деп қонаққа барсаң да соныңды айтасың, пакетке салып өзіңмен бірге алып жүресің. Сонан мен деген сетевой дегеннен жаныма не қылмайтынды, жақсы көрмейтінді, шындығы керек. Бір айта бастағаннан адамның тыңдағылары келмейді, түрлері бүлініп кетеді. Сол кезде аузыңа құм құйылып үндемей қаласың, содан кейін тастап кетесің әлгі жұмысыңды. Мына жерде де сондай мені күтіп тұр ғой деп ойладым. Ондай болатыны рас, өйткені бірақ өзіммен өзім сөйлестім. Өзіммен өзім ішіме сырластым. Сондай кездеседі. Бірден маған сеніп, менің айтқаныма жүгіре қоймайды, мен бірден ақша тауып кетпеймін. Бірақ мен өзім серт бердім, мен тоқтамаймын. Бәрібір маған деген қанша адам отказ берсе де, мен бәрібір әрі қарай басқасын айта берем. Солай мен шешім қабылдадым. Бірінші кезде 3 ай қатарынан мен өзімнің наставнигімді тыңдадым. Өйткені менде опыт болған жоқ, бұл өнімдер туралы білмедім, не айтатынды да білмедім, не сөйлейтінді де білмедім. Сондықтан тиктоктағы отырған адамдардан тыңдай бастадым. Ол туралы ақпаратты тауып алып оқығанмен мен сол кезде дұрыстап қабылдай алмайтындай едім. Орысшасын қазақшаға аударып дегендейін. Онан да өзіміздің айтып отырған адамдар қазақша тамаша жеткізіп отыр екен. Мен де соны қайталай бастадым. Құдайға шүкір, оказывается, адамдар сол кезде Ерлан Бөгенбайұлы осы тиктокты, давайте тикток арқылы адам шақырайық деп бастаған екен. Мен как раз сол волнада бұл кісілер челленджі бастаған екен. Сол ураның ішіне мен де кірдім. Әлгі ағым дейді ғой, энергия дейді, сол ағымнан мен де қалыспауға тырыстым. Шыны керек, өйткені маған ақша табу керек болды. Келесі айда қалай алып ішем, онан кейін қалай алып ішем. Сол арасында зумдарды да жібермей тыңдап жүрдім. Бұл жерде
Сату, конечно, мен үшін оңай болды. Сатып жіберу, сату жағы мен үшін оңай болды. Ал енді команда құру, ол енді оңай емес. Бәрлеріңізге айтам, шындықты айтам. Жаңағы қаншама 100 адамға айтасың, 200 адамға айтасың да, соның ішінен ключевой партнер, или өзі талпынған, мен де осы жерден табыс табуға қалай болар екен деп ойланған, алдарына бір мақсат қоя білетін адамдарды кездестіру, және оларды жайлап бизнеске әкелу, оның бәрі оңай болмайды. Егер оның бәрі оңай болса, давно бәріміз деген дірілдеп черный бриллиант болып кетер едік. Әр адам әртүрлі уақытта жетіледі екен, әр адам әртүрлі уақытта түсінеді екен. Сондықтан мен сіздерге, партнерларға, бәріңізге айтатын бірақ не? Менің тәжірибем базовый комплекстен бастап саттым. Кеше Айжан Зұнда айтты, 2-2 деген бар схеманы білесіздер, жатқа білесіздер, көз алдарыңызда тұр. Соны айтқан кезде әуелі өзің базовый комплекс сатып ал, содан кейін ана шақырған 2 адамыңа базовый комплексті айтып жеткіз. Базовый комплекс. Ол неге? Қараңыздар. Ана адам, ауырған адам, ауру болсын, сау болсын, базовый комплекстен жақсы нәтиже алынады. Ана бүкіл иммунитеттері оянып, тезірек ұсыныс, ана адамда бір жаңағы энергиямен қосылып, жаңа бір құлшыныс пайда болады. Базовый өнімдер өмірге деген сенімділігін арттырады ше, адамның. Негізі біздер деген постоянно күдіктеміз ғой, күдіктеніп жүреміз. Ойбай, менің қолымнан келмейді, ойбай, мен қалай айтам? Неге ана кімге, мысалы, мен ойлаймын, Талғатқа адамдар келіп жатыр, маған келетін түрі жоқ. Мен енді өзімді мысалға айта берейін, сіздердің іштеріңізде де сондай күдік болуы мүмкін. Сол күдік деген пәле кіргізбеу керек екен. Шаман келсе күдікті қойып, ойыңды ауыстырып жіберіп, тағы бір мақсат қойып, солай жіберу керек. Әсіресе мен Талғаттан сұраймын, қалай что-то бұрын жақсы келуші еді, қазір деген адамдар звондайтын азайып кетті, или қарап отыратын адамдар 70 еді, қазір бір 7 адамды әрең жинап алам, бұл не сұмдық деген сұрақтарды қоятын болдым. Сонда Талғат айтты, сіз деген мына 700 аурудың деп айтпаңыз, сіз дейді 699 ауруға шипасы бар деп айтыңыз дейді. Мен бір 10 шақты күн 699 дедім да, сосын артынан түсіндім, что имел в виду Талғат. Талғат имел в виду, оның ойы каждый раз әртүрлі қылып айту керек. Каждый раз бірден сол елепті құшақтап алып, елепті зырылдай бермей, әңгімелескендей боп, өміріңді айтқандай боп, әсіресе адамдардың нәтижесін айту керек. Мен өзімнің командамда қайта айтам, постоянно айтам. Оны мен Давлатовтан оқып алғам. 20 адамның историясын біліңіздер. 20 адамның жатқа білетін болыңыздар. 20 адамның нәтижесін біліңіздер деп. Ол неге керек? Ол 20 адамнан білсеңіздер бар ғой, сіздер ертең ақ бриллиант болып шығасыздар. Потому что 20 адамның нәтижесі аурудан жазылған. Керемет мотивация, и любой адамға аузын жауып айта аласың. 20 адамның табыс тапқанын бізде бар ғой, 20 адам табыс тауып керемет болып отырған, не? Соны айтсың, сонда сенің есіңе, мен неге қалуым керек? Мен де сондай болғым келеді деп 20-ның ішінен біреуін өзіңе таңдап аласың да, соның істегенін қайталай бересің. Понимаете, достар, анау тиктокта отырғанда біздер деген үлкен жоғарғы деңгейдегі дүниежүзінде атақты компаниямыз, душевойда отырмын. Атақты компаниямыз, е? Ана тиктокта отырғанда, мына ценовой политика, баға деген бар емес пе, е? Соны ұстаңыздар. Соның кейін жаңағы сол бағаны ұстап, егер енді сізде ана товардың запасы көп,
ақшадан қысылып тұрып мүмкіндігіңіз бар 1-2 мыңға төмен түсіріп беруге. Оны сіз тиктокқа айтпаңыз. Сіздер деген мына біздерге мына басқа нанын тауып жеп отырған адамға кедергі жасайсыз. Өйткені анадан естіп алады да, анау деген кім? Сәуле 27-тен сатып отыр ғой, 27-тен берсейші деп әне жерде тиктокта сен қарап отырған 20 адамыңмен қоса әңгіме шығып кетеді. Сондықтан біздер деген мына ценовой политика, аузымыздан шыққан сөздердің бәрін тәртіпті, әдемі, тек қана жақсы жағынан көрсетсек, сонда мына біздің командаға неге ойланады, келейін ба, командасына келмейін ба, бұл жерде ақша бар ма екен, өзі жоқ па екен деп. Сондай ойланып жүрген адамдар тезірек шешім қабылдайды. Сонан кейін байқайсыздар ма? Топ лидерлердің бәрі әдемі. Мына беттеріңіз, сіздердің де бәріңіздікі әдемі. Жылтырап тұр. Ана япондықтарға қызығушы едік қой баяғыда. Японстар немене жағады, беттеріне не қылады? Олардың сулары таза ма, қандай беттер жылтырап тұр. Бит домалағандай деп айтатынымызды. Настолько қызыққанымызшы солардың япондықтар. Қазір мына компанияның өнімін әсіресе Elevate пен Accelerate ішкенің арқасында бәріміздің де бетіміз жылтырап, Құдайға шүкір, тілден көзден сақтасын. Әдеміміз. Енді осыған сай фигурамызға қарайды. Менің әсіресе аяғыма қарайды. Енді менің амалым қанша? Мен деген аузымнан шыққан сөзді айтам, менің аяғым жеңілдеді, аяғым ауырмайды деймін. Ал енді мен жүрген тұрғанды бақылайды да, аяғым кішкене бәрібір де кішкене кейде бір қиналып қалғанда сүйек қой ол. О кісілер сіздің аузыңыздан идеальный сіздің солай жүріп тұрғаныңызды көргісі келеді. Ол дұрыс. О кісілердікі дұрыс. Ал енді мен қалай қисаңдамауым керек? Бірақ қисаңдап жүріпті жасадым ғой, өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан мен арасында зарядкамды қосып қоямын. Бұл деген жаңағы сүйектің ауырған ешкімнің басына бермесін. Сол мінекей 81-ге келген Балзия апай да зарядкасын көрсетіп жүр. Бір орында отырғаннан көрі сол да өте тамаша. Міне Майра апай қандай тамаша. Қараңыздар, 80-ге келген, 80-нен асқан кісілер ғой енді. Бұл кісілер шаршамайды дейсіздер ма? Бұл кісілер қалай деп айтсам, еді деген 60-тағының қуаты қандай, 70-тегінің қуаты қандай, 80-дегінің қуаты қандай. Осы мына өнімді ішіп жүрсек те, ақиқатты өздеріміз біздер білеміз. Енді сондықтан ана күнде бір түрлі 700 ауруға ем деп Елевті ұстап алып, және құр Елевтің жаңғыз Елевті сатушы болмаңдар. Егер сендеріңде командаға адам келсін десеңдер, команда құрам десеңдер, келген адамға, сол келген ұстаған 2 адам ұстап қалыңдар. Қызықтырыңдар, каждый раз қызықтырыңдар. Түгелін айтып тастамай, кішкентайдан айтып қызықтыра беріңдер, жайлап. Не специально бір нотация оқығанда бүйт деп емес, между делом. Ол так-и-так түсіп жүр ғой, так-и-так. Енді сол кісіні көтеріп, ключевой партнер қылып шығару керек. Сол кезде жайлап қызықтыра бересіңдер ғой. Мастер болғандай сөйлейінші. Енді мына біздің Зәуреш, мысалы, тиктокқа шықсам дейді, не орысшаны аяғына шейін айта алмаймын, орысша сөйлесем айтам ғой дейді, бірақ бәрі аузымды жабады дейді. Сен қазақ емессің ба, қазақша неге сөйлемейсің деп. Сонан енді қазақша сөйлейін десем, оған деген бүкіл орыстың ортасында сөйлеген, мидың бары орысша ойлаған. Содан орысшаға келгенде, қазақшаға келгенде, қалай ет сөзді ұмытып қаламын дейді. Оның бер жағында сөйтіп жүріп золты болды, ал. Сөйтіп жүріп золты болды. Бұл бір жерде бар ғой. Зәуреш айтқан, мен деген тек қана өзім денсаулығыма келген адам. Зәурештің 2 қолы дірілдеп, таңертең тұрғанда бас айналып, қабырғаны ұстап, туалетке барған. Сөйтіп жүргенде жығылған үстіне жұдырық болып, тобығын сындырып алған. Сол кезде менімен хабарласқан адам. Сол кездегі менің ключевой партнерім Зәуреш, онан кейін ключевой партнерім Құралай. Құдайға шүкір енді, Құдайға шүкір, тәуба Құдай. Қатар келе жатырмыз да, ол кісілерде 2,5 жыл, менде де 2,5 жыл.
енді дегенмен де Құралай шық десем, Құралай айтады ғой, мен әлі дайын емеспін, Бәтіш апай дейді. Бір уақытта маған қайта сұрақ беріп жатқаннан кейін сізге аяп кеттім сіз дейді, қой шығайын деп шығып алдым дейді. Құралай деген ана аттың құлағында ойнайтын адамдай пысық келіншек қой, тілден көзден сақтасын. Тиктогі ол кезде бұның зырылдап тұр, неше түрлі бауырсақ, булочка, әдемі бірдемелерді салып қояды. Сол айттым, Құралай, айналайын, сен бауырсақ пісіргеніңді ғой, сен мына жерде бізге керек адамсың деген сияқты. В общем, біз әйтеуір тіл табыстық қой. Командамның еңбегі зор. Командамның, Жазирамның еңбегі зор. Жазираның, Гүлжамиласының, жаңағы Ержан жаңадан 40 күннің ішінде серебро болғаны, соның бәрі еңбек. Кімнің, Құралайдың артынан ерген Бәтен деген анау бір ауылды жерде тұратын кісі бар. Ол кісі де тиктоктан түспейді, өте грамотный, үйреніп, оқып, біліп жатыр. Менің Әбуіме де рахмет, Пәкияма да рахмет, Жәмилама да рахмет. Біреудің атын атамай қалмайын. Кейіннен қосылып, бүгін ғана 3 адамды чатқа қостым. Менен әйтеуір бір түйір елеп, 13 түгелеп, 5 түгелеп алғандардың бәріне рахмет деймін. Себебі менің деген осындай сіздердің алдарыңызға көп көрім өзімнің білгеніммен бөлісуге жеткізген, осы әр адамның кішкентайда болса мені қолдап, маған сенгені. Ал енді саған адам сеніп тұрса, сол сенімін ақтауға тырысасың ғой. Рас па? Рас. Енді біз жерде біздің үлкен топ лидерлердің сөзін анау күнгі форумда байқадым. Анау күнгі форумда Ерлан Бөгенбайұлының не қылғаны, айтқаны, маған сол кезде мынандай ой келді. Қандай неміз дейміз де, біздер Ерлан Бөгенбайұлы қолымызда, Болат қолымызда, Айжан қолымызда, Бибігүл қолымызда. Сонда бір деген, ол кісілерде бір өздерінің бір не қылатын, қолданатын тәсілдері бар. Соны жадымызға сақтап қайталай беруге болады ғой. Получается, олар деген уже шишканың бәрін қабылдап, жолдан осы двойной черный бриллиант, $1 миллион миллионер болуға. Я болмаса жаңағы двойной голубой бриллиант, просто черный бриллиант деген деңгейге жетуге, о кісілердің, міне Рашида бар оның ішінде, о кісілердің білімі біздікінен артық қой. Артық. Өте артық, керемет көп артық. Сондықтан ол кісілердің әрбір ролигін көріп, естіп, қалай айтып жатыр, қалай бұған адам қайта келіп жатыр. Вот Құдай қаласа, мені Талғатта черный бриллиант болатын сияқты, өткені бар ғой, тәсілдері керемет енді. Мынау адамды үйіріп алу, адамға түсіндіру, тезірек деген жаңағы қолындағысын прямо ешкімнің не задевая, гордость дейді ғой, ешкімді төмендетпейді, жоғарылатпайды, и конкретно сондай информацияны беріп, үйреніп, и және сразу команду құрып жатыр ғой, байқайсыздар ма? Біздер сияқты одноразовый сатқанға мәз болған жоқ. Вот терең бизнес қайда жатыр. Біздің ана кешегі Айжанның айтқан екі-декіні қалай жалғастыру керек деген. Екі адамды тауып, соған өзіңнің білгеніңді үйрет деген, мені осы жерде. Енді мені қалай түсініп отырсыздар? Бір белгі беріп қойыңыздар. Түсініктім ағып айтып жатырым ба? Сол кісілерден, біз тура сол кісілердің істеген істеуіміз керек. Өйткені бар ғой, команда құрған деген, ол нағыз прямо рахат екен. Мен қазір, мысалы деген, бұл жерде мынандай команданы жалғыз ағаш орман емес дейді. Жалғыздың шаңы шықпас дейме. Көп қой мақалдар. Жалғыз тыраштанып сен сатып, сен өсе алмайсың жоғары. Көбінесе тиіп кеткен адам сенен бір түйір зат алды ма, соны командаға кіргізіп, соны регистрация жасауға тырысу керек. Тырысу керек. Вот команда құрған сайын, вот қанатың жайыле береді, өсе береді, соның кейін жаңа ғана күндегідей, осы бірінші бриллиантты жасағанда да, екінші бриллиантты подтверждать еткенде де керемет акция болды. Сондай моменттерді лавить етіп отырып, айдың аяғы, келесі айдың басында 2 мезгіл уақыт бар, 2 айды да жауып тастайтын жағдай бар. И және де бұл жерде обязательно
кішкентай қолымызға ақша түссе қонақ шақыр, кішкентай қолымызға ақша түссе ремонт жасап кірісуге бізге әлі ерте. Бізге әлі ерте. Былтырлары мен кішкене деген неткем жаңағы. Тиын тебен пайда болғас, ананы алғым кеп, мынаны алғым кеп, үйдің сыртын ремонт жасайын деп. Хорошо, хоть кішкене сабама түсіп, өзімнің ақылым жетіп, әй, қоя тұр, сен деген бәке, әуел біреуім деген дұрыстап, жағдай, бір жағын дұрыстап келтіріп алсайшы. Ол деген ана жерде мынаған жұмсап жіберсем ремонтқа, мен мына жақта өзімнің ай сайын тауып отырған $700, $1000 таба алмай қалайын деп тұрмын да. Сондықтан мен шып-шырғасын шығармай, соны айналдырып келе жатырмын. Міне, әуелі Құдай да, анау налоговый отчет тапсырамыз, мына Жазирада білет. Анадан выписка шығады екен, сенің қанша ақшаң жүр оборотта. Өзім оны санамағанда, қарамағанда, налоговый отчет тапсырғанда выпискаң тарс ете түсіп шығады. Ал ендеше жарты айда 7 миллион шықты. Ол кешегі маған 5 капсула сатып алған адамға қайдан келді ол ақша? Қайдан келді? Осы жаңағы менің айтқандарымды орындағаннан кейін келді. Бизнес жасау оңай, бірақ енді команда құрып, ары қарай жұмыс істеу, бәрі еңбек, бәрі соны ақыл, және де мына бір күн істеп, ертең 2 күн пропускать етсеңіз, ол деген все, анау деген, онда әлгі фундаментін құйып қойдың ба, ол үйіңді сен әлі 10 жыл саласың онда. Бұл жерде де сол сияқты. Бұл жерде де тәуекелге бел астың ба, тура осы жолдан таймауың керек. Налево, направо расстрел. Команды құруға, пожалуйста. Енді мен ана шындығында да солай. Шындығында да солай, бәрібір деген, сол ақшамыз болмаса, біз денсаулығымызды жасай алмаймыз. Сол ақша тапқанның арқасында қазір деген 5-6 түрін ерсілі-қарсылы ішіп, беретінге беріп, сататынға сатып, өзіміздің де көңіл күйіміз көтеріңкі, в общем, жағдайымыз Құдайға шүкір. Бұрынғы жағдайларыңызбен всегда салыстырып отырыңыздар. Біз Жазира екеуміз сөйтеміз. Мәссаған, қандай едік осы жерде? Осыдан 2 жыл бұрын қандай едік, 3 жыл бұрын қандай едік деген сияқты салыстырып отырамыз. Ай, мынау жақсы болды ғой, мына компания деген керемет болды ғой. Жылында 3 рет, 6 рет, 4 рет кездесеміз ба, 5 рет кездесеміз ба, ну пускай бір 12 мыңдікі болсын, 10 мыңдікі болсын. Анау Астанаға барғанда даже мына деген көбірек ақша бизнеске кетсін деп, новый костюм нечего брать деп өзім. Төменгі жағыма 2000 теңгенің, жоғарғы жағыма 4000 теңгенің блузкасын сатып алып киіп барғам. Зато маған сен сондай арзан 5-6 мыңдікін киіп аптым, мынаның платина түрін қара деген ешкім жоқ. Ана жерде деген білген әлгі 1-2 ауыз ағылшын айтам деп, тіпті вообще герой болып кеттім емес пе? Мына жүрек өзіңнің талпынысыңды тоқтатпау керек. Тоқтатпау керек. Ана Құдай қаласа жайлап бриллиант болдың ба? Қалағаныңды ал, потому что жазы қалаған киіміңді международным уровне, бұл жерде бриллианттың түрі қандай демей, ол да бар ғой, бізде қазақ болғасын, ол да бар. И соответствовать нужно и знанием, мынау түріңмен, әлпетіңмен, фигураңмен, еще киіміңмен, и жақсы духиыңменен, сол кезде сен бағалысың ғой, бағалысың. Ана жерде TikTok арқылы қаншама бүкіл Қазақстан көрді ғой, дүниежүзі көрді ғой бізді. Правильно? Правильно. Сонда бітті, сол жерден ақ уже деген адамдар өздері хабарласып, міне 3 адамды регистрация жасадым бір күнде деп отыр ғой Ерлан Бөгенбайұлы. Менде де бүгін сондай жағдай болып отыр ғой. Көрдіңіздер ме? Соның бәрі жаңағы бір форумнан бір форумға қарай өскеніміздің көрініп тұр. Форумның пайдасы өте зор екенін көрсетіп тұр. Осы жолы Құралайдан 2 адам келді. Жазиралар 5 адам болып келді. Пакия 5 адама келді. Жаңағы тағы кім еді? Ақторғын өзі деген 2 жыл бойы только ғана ішіп нетіп жүрген Ақторғынның өзі тағы 2 адама келді. Көрдіңіздер ме? Мен өзім 2 адам апардым. Әні мінетіп санап жіберсек, где-то бір 17 адам келіпті. Тәуба Құдай. 2 адам билет алып бір жағдайлармен келе алмай қалды. Соның бәрі осы деген команда болып істеп,
мындай жұмылса жұдырықтай болып жайлап осы тоқтамай алға қойған мақсатымыздан айнымай и және біздің командамды кішкене мақтай кетейін. Ақыры сөз берілген. Артық сөзге уақыттары жоқ біздің команданың. Ана өйтті, мынау сөйттігі уақыты жоқ, только алға қойған өздерінің мақсаты бар, солай жүреді. Бір әңгімені бір әңгіме қылып, әрі қарай қосып деген әңгіме жоқ. Қазір мен өзімнің сөзімді жалғастыруға, ана жолын мен сіздерге представить ете алмадым. Өте тамаша, 75-ке келген орталарыңызда әдемі келіншек отыр. Неге олай деп айтамын? Бұл кісі продукт своего продукта болып отыр. Қалай? Бұл кісі таңертең елевті ішеді, жаңағы активгірісін ішеді, суын ішеді, түскі 2-ге 3-ге шейін тамақ ішпейді. Ана етім самым өзіне көмектесіп жатыр. И осы түрі, осындай не жасағандығынан, осы режимді ұстағандығынан, Зәурештің артынан Моншадағы жалаңаш түріне адамдар қызығады. Команда құрып отыр ғой, команда құрып отыр. Қазір осы Зәуреш золото компания, Зәуреш Қуанышева, Қостанай, сізге сөз берем. Микрофоныңды бас, сонда ашылады. Төменгі жағында, мына сол жағында, молодец, аштың ғой. Аштың ба? Аштың. Сәлематсыздар ма? Қайырлы кеш. Біздің Бейпек компаниясының партнерлары. Мұнда бір рахмет, Бәтіш. Бүгінгі күні мені алға түсіріп, бір-екі сөзіңді айтып кет. Қалай осындай жасқа келдің, қандай аурудан айырылдың деген сөзді тыңдап, енді бүгінгі күні шығып отырмын. Қостанай қаласынан боламын, эфирге шықпаймын. Өйткені маған айтып кеткендей, Бәтіш біресе орысша сөйлеймін, біресе қазақша сөйлеймін, сосында бәрін былықтырам. Сосын қойш жәрі деп холодный контактпен істеймін. Холодный контакт болғанда енді қазіргі кезде ауырып жатқан адамдар көп қой, солардың бір емес бірнешеуіне жайлап подход нетіп, солай да солай сөйлесіп, бәрін объяснить етем. Өзі осы компанияда 18 жылы болғамды. 18 жылда бір емес бірнеше нәтижеге келгем. Өйткені сосын өздеріңіз білесіздер, осы компания жоғалып кетіп, содан кейін осы тобығым сынып қалды. Тобығым сынып қалғаннан кейін сосын бір әрекет істеп, бір енді сапалы өмір сүру керек қой. Балаларға ауыртпалық салмай, осы интернеттен бәрін іздедім. Іздесем, Бәтіш деген менің вышестоящий партнерім отыр, тарсылдатып бүкіл бәрін айтып, ойбай, жерден жеті қоян тапқандай. Енді өзіміздің жасымызда где-то рядом, сосын енді солай да солай деп подписаться еттім. Содан кейін енді 2,5 жыл болады ішкеніме. Осы бүкіл линейканың бүкіл бәрін ішіп отырмын. Бір емес бірнеше аурудан, сырқаудан үштігі үйлі не айырылдым деп ойлаймын. Ойлаймын емес, шынында да сол. Өйткені артроз, 2 аяғым сынып қалғаннан кейін 2 аяғым артроз болып, жүре алмай қалдым. Давлением болып, давлением 180-190-ға дейін көтеріліп кететін болды. Сосын варикоз, енді бүкіл қан тамырларым немен мусормен нетіліп қалған ғой. Енді осы жасқа келгеннен дейін бірдеңе әлдемене ішеміз, әлдемене жейміз, байқамаймыз. Бүгін жақсы ма, жарайды, ертеңгі күні не болатынын білмейміз. Сол енді артроз 3 степені болды. Сосын давление болды, варикоз болды.
сосын панический атака, прям бүкіл бәрін нетіп қорқып нетіп отыратынды. Сосын соны енді бірінші алғаным енді базовый комплекс, өйткені элифпен акселерді алып іше бастадым. Ол енді оның көмегі өте күшті болды, өйткені менде алдында енді жас келгесін әлдемене бола береді ғой. Сол не болды? Тремор болды. Қолым ылғи да қалшылдап тұратын. Қалшылдап, өз денем бәрі қалшылдап, тамақ бере алмайтын, қонақ келген адамдарға шай құйып бере алмаймын. Минуточку. Қызым келіп жатыр да. Сен осында қостың ба? Сол тренировка болып, қолым қалшылдап тұратын ылғи да. Сол енді біреу қонақ келген адамдарға ештеңе көрсетпей, ұялғанымнан екі қолыммен кесені екі қолыммен беретін. Қазір ештеңе жоқ, бәрі де орын-орнына келді. Өйткені ағзамызға ешқандай дұрыс тамақ түспейді, сосын да шаршайды, дене құрылысымыз шаршайды деймін. Иә. Соны енді басымда шум болды, құлағым нетіп тұратын, шуылдап тұратын, тұрған кезде тұрып жүре алмайтын, сразу тұрып кете алмайтынымды. Өйткені біраз тұрамда, сосын барып жан-жағынан ұстап, неге дәрісханаға дейін солай баратынымды. Сосын аяғым ісіп кететін, баданадай болып, прям отеки были, сильные отеки были, сол папилломы были. Папилломы енді өздеріңіз білесіздер ғой, енді іш құрылысыңыз дұрыс болмаса, ЖКТ, если неправильно говорит, папилломы вылазит, он предупреждает, что-то у вас не то, деп. Сол енді папилломы болды, сосын мен болды. Қарнымда прям қып-қызыл, неправильной формы, прям меңдер обычнымдай болып шығады ғой, а ол прям неправильной формы, бүкіл қарным сондай не болды, меңдер болды. Сосын қолым, сухожилием, қолым енді наследственныйды, мынау қолым бұлай нетілмейтінді, бұлай жабылмайтынды. Мынау нетер кезде мынау қолым тартылып, бой бермейтінді. Бұлай ғана бетем, и все. Сол кетті. Сол енді бұлай қолымды нете алам. Сосын бетімде енді қартайылғандық па, желчныйым жоқ. Желчный болмағасын бетімде пятна. Наверное, поступает в кровь, поэтому бетім екі жағымда қал болатын. Үлкен пятналар болатын. Міне қазір кетіп жатыр. Сондай, сосын ауыртпалық түсті еще недержание мочи, запор, это запросто был. Енді сосын осы ішкеннен кейін 8 килограмм вес бросила. Сосын енді шашым дұрысталынды мне. Шашым, тырнағым деген өсіп, суды қойды. Есту қабілетім және өте нашар болатын. Бірдеңе болса, деп тұратынды. Ол есту қабілетім енді құлағым ести бастады. Бір емес бірнеше енді осы компанияға, осы вышестоящий партнерім Бәтішке, сосын өзімнің артынан жазылған Гүлсім деген, Гүлсім, Жанат, сосын Алмагүл, Гүлбаршын, Ләззат, Динара деген партнерларыма мыңда бір сестренкалар мен жағдайымды көріп, байқап, ештеңеге сенбейтін
скептик сестренкаларым бар еді. Олар тоже начали пить, ну, пользоваться осы немен. Сол енді осы компанияға ризамын, балаларыма ризамын, балаларым тоже поддержали, потому что мен айтып жатырмын ғой, енді аяғым сынып қалғаннан кейін жатам ғой, қалай ауыртпалық түсірем ғой деп нететінімді, ойлайтынымды. Енді жас болса келіп қалды деп. Сол енді балаларым ризашылық білдірді, солар поддержка болды. Вот, сетевой бизнестің не екенін білмейтін де. Первое, это моя компания, первое, потому что вынуждено было. Сол енді бәрі артта қалды. Өте сондай керемет қуаныштымын. Осы өнімдердің шығарғанына, осында әкелгендеріне, Ғалия Серғазинова, Болат Саматаевқа, Ерлан Бөгенбайұлына, Талғат жаныма, ой, жаны сол. Я его так люблю, он такой интеллигентный, воспитанный. Бүкіл бәрін қашан звонить етсең де дұрыстап нетеді, түсіндіреді. Енді бәтіш өзімнің подругам сияқты болып кетті. Бір емес, 2,5 жыл емес, бірнеше жыл бірге жүргендей болып кеттік. Сол енді сондай жақсы нәтижеге жеттім. Соған өте ризамын. Сосын енді білмеймін, қалай серебро жапқанымды да білмеймін. Менің партнерларым, наверное, нижестоящие партнерларым помогли. Өзімді заказ істеп жатырмын. Бүкіл линейканың бәрін алам. Енді мен айтам, сөйлескен адамдарға айтам, надо инвестировать в себя, говорю. Ты одна, өз жалғыз өзің келдің, говорю, жалғыз өзің кетесің, говорю. Балаларға масыл болмай, нетіп, ауырып жатып алмай, анда пар деп айтқанша, говорю, осыны алып, ішіп, нәтижесін көріп, жақсы жағдайға келмейсіңдер ме деп, осылай реклама істеймін солай. Молодец. Одан кейін еще золото жаппын. Онда байқамай қалдым. Вроде, енді білмеймін, енді қалай болғанын өзім де білмей қалдым. Бәтіш вышестоящий партнерым поздравить етіп жатыр, ой, золото болдың деп. Енді мынау шамалы неге де жетпей қалды, өйткені, видать, Турцияға, өйткені бір жағым көбейіп кеткенде, бір жағымда жетпей қалды. Сол, наверное, не знаю как. В общем, вот так получилось. Ну, ничего, Алла тағала жас берсе, ғұмыр берсе, әлі де асқар тауларға шығып, алатын қамалымызды алат шығармыз деп ойлаймын. Тыңдап отырған партнерларға мыңда бір рахмет. Осы өмірімде болып отырған жаңалықтар, өйткені адам енді ауырып сырқап жатқанша, осындай немен айналысып, жақсы жағдайда ғана болғанын жақсы көремін. Бәріңізге де рахмет, тыңдап отырғандарыңызға, осы нәтиже айтқанымды естеріңізге салып отырғандарыңызға, бәріңіздерді осы бизнес строить емес, мен алдында айтқам, мне не надо мне бизнес строить, мне надо здоровье, я хочу выздороветь деп сөйдеп айтатынды. Сол, менің атым Зәуре, 75-ке биыл тойламын. Сондай жақты жүрмін, таңертең сағат 2-ге дейін тамақ ішпеймін, өйткені ненің электің нәрі бар, тамақты ішкім де келмейді. Сосын с возрастом не хочется нагружать свой этот. Рахмет, кишечник, сонымен жақсы жағдайда жүріп жатырмын. Мыңда бір рахмет.
Sağ ol, salamat Молодец. болыңыз. Зәуреш, Сол үлкен айтайын. рахмет. Осы Мгм. 2,5 жылдың ішінде ағыңнан жарылып, бүкіл неңді ашық айтып бергеніңе рахмет. Осылай біздер деген достар бір-бірімізге ашылып, сөйлесіп, сырласып, жаңағы қандай тамаша, бір туған туысқандаймыз. Мысалы, кездескен адамға басқа бір ортада осының бәрін айта алар ма едің? Мына жерде бүкіл өзіміздің сырымызды, жырымызды, ауырғаннан кейін жыр ғой ол деген, Құдай бетін аулақ қылсын. Сондықтан үлкен рахмет. Зәуреш бар, ол жақта Гүлсім бар. Қостанайды көтеріңдер, ар жақта Татьяна бар. Құдай қаласа жазды күні келем деп қояйыншы. Келе қал. Келе. Я Иә, всегда рада. содан кейін достар, бәріңізге айтатыным, бүгіннен бастап мына 3-ші октябрьде болатын біздің үлкен дүниежүзілік форумға бүгіннен бастап шақыра беріңіздер. Даже кешеден бастап шақыра беріңіздер. Билет құны примерно сол баға болатын шығар, енді сұрағанда жаңағы Бақшасарай кішкене қымбаттау болуы мүмкін, иә, Бақшасарай. Ну, примерно 10 мыңның о жақ бұ жағы болатын шығар, бірақ адамдарды шақыра беріңіздер. Күнде жаңағы сторисіңізға да, WhatsApp-ыңыздағы болмаса, эфирге шығамыз ба, сонда да айта берейік. Өйткені ана жердегі орын 1,5 адам толтыруымыз керек. Әсіресе біздің команда деген өзіміз Алматыданбыз, біз көбіміз Алматыданбыз. Және ана жолғы келмегендерге штраф деген білесіңіздер ме? Ана жолы келмегендерге штраф, әрқайсың 20 адамнан әкелесің деген штрафым және бар. Так что өзімнің командама басып айтуға правам бар деп қояйыншы. Үлкен рахмет, Ерлан Бөгенбайұлы. Осымен мен аяқтайын. Басқа ешкім сөйлемей ме? Ой, рахмет, Батыс апай, Зәуреш апай, керемет, рахмет. Ал енді обратный связь бере беріңіздер, қоса бұзылықтарыңызды қосып. Так, кто там? Бәрі түсініктеу деймін. Что такое? Молчат дейме? Так, мен нені тоқтатып қояйын записьті.